Өңеш, эзофагус, ұзын түтікті мүше. Ұзындығы 25-30 сантиметрге жуық болып келеді. Қызметі жұтқыншақтан тағамды асқазанға жеткізу болып табылады. Яғни моторлық қызмет атқарады. Өңештің орналасуына байланысты үш бөлігін ажыратамыз. Мойындық бөлігін парс cervicalis деп атаймыз. Кеуделік бөлігін парс thoracica деп атаймыз. Және құрсақтық бөлігін парс abdominalis дейміз. Өңештің өне бойында үш анатомиялық және екі физиологиялық тарылу жерін көреміз. Анатомиялық тарылуларына жоғарғысына өңештің жұтқыншақтың өңешке өткен жеріне сәйкес келеді. Ортаңғысы бесінші кеуде омыртқасы, яғни кеңірдек айрығына сәйкес келеді. Үшінші төмегісі бұл көкет бұлшықеттің тез өткен жеріне сәйкес келеді. Ал физиологиялық тарылу жерлері айтатын болсақ, олар екеу, каудалдық және қолқалық деп аталады. Қолқалық тарылу жері, яғни физиологиялық бұл қолқа менен жанасқан жеріне сәйкес келсе, ал каудалдық бұл өңештің асқазанға өтер жеріне сәйкес келеді. Анатомиялық тарылу жерлерін адам қайтыс болғаннан кейін, яғни мәйіттен ашып көруге болады, ал физиологиялық тарылу жерін тек қана адамда және рентгенге түсіргенде ғана байқай аламыз. Яғни адам қайтыс болған кезде мәйіттен ол тарылған жерлер жазылады. Келесі, өңеш бұл түтікті мүше болғандықтан, барлық түтікті мүшенің қабырғасы бар және ортасында түтігі, яғни қуысы болады. Өңештің қабырғасы үш қабаттан тұрады негізінен. Шырышты қабаттан, бұлшықетті қабаттан және сірлі қабаттан. Шырышты қабаты түлемейтін эпителийден түзіледі, ұзына бойлық қатпарлар түседі. Егер жұлынды кесіп көретін болсақ, жұлынның шырышты қабаты, өңештің шырышты қабаты жұлдызшаға ұқсап кетеді. Шырышты қабаттың астында міндетті түрде шырыш асты негізі болады, яғни шырышты қабаттың қанмен қамтамасыз етілуін реттеп отырады, және шырышқа келіп бөлінетін бездер жайғасады. Ал бұлшықетті қабаты бұл ұзын түтікті мүше болғаннан кейін екі қабаттан тұрады. Ішкісі ұзына бойлық орналасып, сыртқысы сақина тәрізді орналасады. Өңештің жоғарғы үштен бір бөлігінің бұлшықеттері көлденең жолақты ет талшықтарынан тұрып, жұтыну актісіне қатысады жұтқыншақпен бірге, ал төменгі үштен екі бөлігі бірыңғай салалы ет талшықтарынан тұрады. Өңеш сыртынан сірлі қабатпен қапталған, сірлі қабаттың астында сір асты негізі болады. Сірлі қабат мойындық және кеуделік бөлігін қаптаса, сірлі қабат адвентициялық қабаты деген ғой. Адвентициялық қабат мойын мен кеудені қаптайды, ал сірлі қабаты негізінен бізде құрсақтық бөлігін қаптап тұрады.